осы көп жылдық еңбегімдегі тәжірибемнен өткен рецепттерменен және ауру түрлеріменен қалай емдеу керектігі туралы айтып өтемін. Қазіргі видеомда айтатыным, мысалы адамның организмінде не жетпейді, сол туралы айтқым келіп отыр. Мысалы, көп адамдар майлы тамақ жегісі келеді, майлы тамақ жегісі келсе, оған не жетпейді организмде дейтін болсақ, мысалы, кальций жетпейді екен. Кальций жетпегендіктен оған жаңағы көбінесе қандай тағам жеу керек болатын болса, брокколи жеу керек, сыр, творогтер, жаңағы ірімшік, сондай жаңағы айран ішу керек, сондайларды көбірек жеу керек болады бұл адамға. Егер кальций жетпейді деген сөз, майлы тамақты жегің кеп, май жегің кеп тұрады ғой, сондай жағдайда осы тағамдарды ішу керек болады. Енді тәтті тағамды көп жейтін адам болады. Тәтті тағамды көп жейтін адам, оған көбінесе магний жетіспейді. Организмде магний жетіспейді. Оған енді магний жетіспегенде көбінесе грецкий орех дейміз ғой. Жаңғақтың қай түрі болса да жей беруге болады. Содан кейін жаңағы гречкеден тамақты көбірек жеу керек болады. Содан кейін жүзім көбірек жеу керек болады. Сонда жаңағы магний жетіспеген жағдайда қалай дейтін болатын болса, магний жетіспегенде адамның мынандай бұлшықеттерінің ортасында көбінесе жаңағы тартылып судорога беріп отырады. Көбінесе судорога беріп отырады, содан кейін бас айналу пайда болады. Соның бәрі магний жетіспегендіктен болады. Ал енді тұзды тамақты көп жегілері келетін адамдар болады. Онда хлорид жетіспейді адамның бойында. Оған жаңағы тағы да жаңғақ көп жағдайда адамға пайдалы. Қарап отырсаңыз, жаңғақтың қай түрі болмасын жеуге болады, хлориді жетіспеген жағдайда. Бұл енді жаңағы тұзды тағам жеген кезде жаңғақты, содан кейін балық және сүт өнімдерін ішу керек болады. Сүт өнімдерін көбірек ішу керек болады, балықты жеу керек, жаңғақтың қай түрі болса да жеу керек болады. Сонда көрдіңіздер ме, жаңғақ өте пайдалы болады адамға. Енді қуырылған тамақты көп адамдар қайнаған тамақты жегісі келмей, қуырылған тамақты көп жегісі келетін болады. Ондай жағдайда енді қуырылғанды жеу керек болған кезде адамда жаңағы свежий фруктыларды көп жеу керек. Свежий фруктыларды, бұл витаминнің жетіспегендіктен. Сондықтан свежий жаңағы алма болсын, алмұрт болсын, қандайы бар, соның фруктының қай түрін болса да жеу керек болады. Сонда сіздің қуырылған тамақты жеуіңіз азаяды. Ал енді контрольсіз тамақ болады ғой. Адам тойған-тоймаған білмейді, жей бергісі келеді. Ондайда аминокислот деген, цинк деген, кремний деген организмге жетіспейді. Ол жетіспеген жағдайда не жеу керек дейтін болатын болса, мысалы, шпинат өте пайдалы. Жүрекке де пайдалы, және қанды сұйылтатын да жапырақ бұл. Соны салат қылып жесеңіздер де, қайнатып жесеңіздер де, тіптен әшейін сковородкаға жан-жағын бүйтіп салып алсаңыздар да, әдемі болып бұлқылдап шыға келеді. Шпинатты жеген өте пайдалы, және теңіз өнімдерін көп жеу керек. Біздің әсіресе қазақтарда теңіз өнімдерін өте аз жейміз. Қазір қыс айларында біз соғым деп ет жеп жатырмыз. Аллаға шүкір, әйтеуір әркімнің үйінде қазаны қайнап жатқан уақыт қой. Сондықтан ортасында балық жеуді ұмытпау керек. Менің өзімнің осы 30 жылдық өмір тарихымда, емдеу тарихымда көбінесе балықты көктемде және қыс айларының арасында балық жеп тұру керек. Балық жеген адамның көзіне де пайдалы болады, өте көзге де пайдалы болады. Сондықтан балық жеуді ұмытпайық. Оны қуырып қана емес, тіптен булап жесе де өте пайдалы. Балықтың түр-түрі бізде табылады ғой, сазан болсын, қандай форель болсын, қайсысы болса да табылады. Сондықтан сіздер балық жеуді ұмытпаңыздар. Осылай тамақтануды дұрыстап тамақтанатын болсаңыздар, сіздерге барлық жеткілікті болады. Әсіресе майлы тамақ жейміз, мысалы, кальций бізде жеткізбейді. Неге кальций жеп жатырмыз, кальций бізде жетіспейді дейтін болатын болсаңыз, кальций адамның дене құрамында өте көпті қажеттілік етеді. Сондықтан кальций бар өнімдерді міндетті түрде жеу керек. Біз мысалы ет жейміз. Ет жеймізді артынан сорпаны ішеміз. Сорпа бұрынғы кісілер неге ауырмаған дейтін болатын болсақ, ет жегеннен кейін еттің артынан олар ақ ішіп отырған. Қымызын ішкен, шұбатын ішкен. Ал енді бізде қазір қымыз, шұбат дегенмен қол жетімді бар, бірақ бәрі бірдей ала бермейді ғой. Сондықтан ең болмаса әйел адамдарға айтар едім, қысыңды жаздайында
деп айтылады ғой, соғысағандай қатықты дайындап, қазір әр үйде морозильник бар. Сондықтан қатықты морозильникке салып қойсаңыздар, қыстай соның артын сорпасына қатықпен беріп отырсаңыздар, қатықты сорпа беріп отырсаңыздар, әрі қарап отырсаңыздар, тамағыңызды сіңіреді. Ол крион. Қатық деген крион. Сіздердің тамақтарыңызды сіңіреді. Қатықты сорпаға салып та, сорпасыз да еттің артынан жеп отырсаңыздар, өте пайдалы болады. Сондықтан сіздерге дұрыс тамақтана білейік, дұрыс тамақтанайық дегім келеді. Әрине, бұны бәріміз де дұрыс тамақтанып отырмыз ғой деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ дегенмен кейбір білмейтін нәрсе бар шығар. Сондықтан мен сіздердің ойларыңызға қосымша ой қосып отырмын. Осыларды пайдаланайық, ауырмайық, аман-есен болайық. Сіздерге мен әр уақытта WhatsApp-қа жауап беруге дайынмын. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, төменге сілтемеге кірсеңіздер, YouTube каналымда менің телефон нөмірім барлығы жазулы. Телефон нөмірлеріне WhatsApp-қа жазатын болсаңыздар, мен сіздерге әр уақытта жауап беріп отырамын. Және YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі де көп сіздерменен білетінімді бөлісетін боламын. Ауырмайық.